Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Адмира. Бүгін осындай қаттамадан пісіретін боламыз. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Қажетті заттардың тізімін описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен ыстық бір кружка суымызға тұзды, сұйық майды салып, жақсылап араластырып алып, дайын ұнға құямыз. Ең бірінші лопатканың көмегімен немесе осындай қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Ары қарай қолмен басып жасай береміз. Біздің жаймамыз жылы жұмсақ болып шығады. Оны бір жарты сағатқа тындырып, салфанға салып қойып қоятын боламыз. Бұл тынғанша біз оның ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Бұл жерде 2-3 пиязды ұсақ қып турап, үстіне бір шай қасық тұзды салып араластырып дайындап қойдым. Жарты сағатымыз өткеннен кейін қамырымызды алып, өзіміздің табамыздың диаметріне қарай бөліктерге бөлеміз. Менің табамның диаметрі кішкентай болғандықтан мен 7 бөлікке бөліп жасадым. Әрбір бөлігін өзіңіздің қолыңыздың ыңғайына қарай домалақтап столдың үстіне қойып қоямыз. Және оның бетін салфанмен жауып ұмытпаңыздар, кеуіп кетпеу үшін. Қамырымызды жаяр кезде көбіне ұнды сеуіп отырып, жақсылап жайып аламыз. Бұл жұмсақ қамыры, сондықтан ұнды көп қажет етеді, оқтауыңызға жабысуы мүмкін. Жаймамызды жайып болғаннан кейін үстіне алдын ала ерітілген сары майымызды өте ыстық емес, жылы күйінде осылай жағып шығамыз. Ортасына көбірек жағамыз, және шетінде аздап жақсаңыздар болады. Осыдан соң өзіміздің салмамызды салдық. Мен бұл жерде 3 шай қасық немесе 4 шай қасық қып әрбір тестаның ішіне салып шықтым. Осылай біркелкі етіп салып болғаннан кейін рулетка ретінде шетінен бастап ақырындап орап, ең соңында рулетканы орап болғаннан кейін улитка ағып, ораймызда холодильникке 20 минутқа қойып отырамыз. Мінекей осындай улиткаға орап, шетін бекітіп, үстінен біраз ғана басып, холодильникке қоюға жібереміз. Холодильникке қоюдағы мақсатымыз ішіндегі майымыз кішкене қату үшін, біз жайғанда еріп кетпеу үшін. Жаятын кезде ұнды молынан сеуіңіздер, көбірек ұнын сеуіп жайған дұрыс. Және де өте жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ, ақырын басып жаясыздар. Жаю барысында пиязымыз шығып кетсе, оған уайымдамаймыз, себебі ол біздің тестамыздың жұқалығынан. Және де барынша біркелкі етіп жаюға тырысамыз да, дайын болғаннан кейін бір орынға қоя тұрып келесілерін жайып аламыз. Табамызды баяу отта қыздырып, ең үстіне ең бірінші салғанда біраз сұйық май жағып жіберіп саламыз. Бетін жауып, бір жағын 3-4 минуттай пісірамыз. Бір жағы пісіп болғаннан кейін екінші бетіне аударып, оны да 3-4 минуттай пісіратын боламыз. Баяу отта пісқандықтан бұл өте жұмсақ, әрі тез пісатын қатпарлы нан. Мінекей біздің осылайша қатпарлы нанымыз дайын болады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Дәмі деген енді ерекше болады. Ішінде пияздың дәмі, сонда ерекше дәм береді. Үйде жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.